Бәріне сәлем. Иә, бұл амандасуды Асектің подписчиктері өте жақсы біледі. Ей, бро, оның не қатысы бар дейтіндерге айтарым. Мен оның фанатымын. Мен оның арқасында ПК туралы көптеген нәрсе түсіндім. Тіпті ПК құрастырып көрдім. Бірақ шын өмірде емес, олай ойлап қалма. Қазір мен оның характеристикасын көрсететін боламын. Шали бұндай емес, міне, нақты характеристикасы. Иә, көріп отырғандарындай барлығы 470 мыңға шықты. Видеокартадан бастайық. Біздің видеокартамыз Asus компаниясының RTX 3050-і және 8 гигабайт. Неге RTX 3060 Ti немесе 3060-ты ала салмадым дейтіндерге, мен оған арналған керемет дейтіндей процессорлерді іздеп шаршап. Біздің процессорымыз Intel 5 12400F. Біздің видеокартамызбен почти жақсы істеп тұр. Мынау біздің материнский платамыз. Форм факторы ATX 5200 частотаны көтереді. SSD-ның NVMe слоты екеуі. Келесі бөлшегіміз оперативный память. Негізі оперативканы таңдау өте қиын емес. Барбаған материнский платаға қарап таңдаймыз. Келесі бөлшегіміз SSD немесе жесткий диск. Жесткий диск таңдайтын кезде жағдайымыз аса қатты күрделі. Себебі біз тек қанша гигабайт керек соншасын саламыз. SSD алатын кезде жылдамдығымен қанша гигабайт керек сонша аламыз. Және оны материнский платаға қарап алатын боламыз. SSD алғанда M2 SSD алған жақсы. Себебі өте жылдам SSD. Бізде келесі бөлшек блок питания. Бұл менде 750 ваттық блок питания. Блок питанияны қалай таңдайды? Видеокартаның мощнысын қараймыз. 550 ватт болса, 100-200 ватт қылып үстіне қосып аламыз. Сен алған кулер процессордың сокетімен бірдей болу керек. Және тағда бір нәрсе, процессордың ваттынан жоғары болу керек. Мен адик корпус таңдауды дұрыс білмеймін. Адик корпус видеокартадан үлкен болса ештеңе болмайды ғой да. Кулерден де үлкен болса. Өтінем адик до конца қараған болсан, маған мына характеристика жарай ма әлде өзгертетін жерлері бар ма деген. Сосын напкіні құрасам, ППС өліп бірдеме болып қалмай ма дегем ғой. Жазда майник бірден болып кетпесе, алла қаласа бұйырса құрап алатын боламын. Құрметті подписчиктер, мен сіздерге бір өтінішім бар. Қиын болмаса адиктің соңғы видеосына кіріп, BV09-дың соңғы видеосын қарап кетіңіз деп жазыңыз.